Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қызыл барқыт тортын дайындайтын боламыз. Қызыл барқыт тортының жасалу жолы, рецептісі өте көп, ал мен сіздерге өте дәмді болып шығатын және де өзім заказға дайындап жүрген торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып алатын боламыз. Ыдысымызға өлшеп ұнымызды, сода, қопсытқыш және де какао барлығын салып, жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Ал енді екінші ыдысымызға айранымызды қосамыз, яғни кефир, магазиннің айраны болуы қажет. Үйдің айраны жарамайды, сондықтан да магазиннің айранын алуға кеңес беремін. Айранымызға краскамызды қосамыз. Менде осындай жидкий краска, сіздерге де осындай жидкий краска қолдануды кеңес беремін. Себебі құрғақ краска бұл тортқа жарамайды. Торттарыңыз цветі бордовый цвет болып қалуы мүмкін, сондықтан да осындай жидкий краска қолданыңыздар. Ал енді үшінші ыдысымызға қантымызды және майымызды салып, ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Сұйық майымызды қосамыз. Сұйық май иіссіз болуы қажет. Миксермен бірдей масса етіп араластырып алатын боламыз. Ал ендігі кезекте жұмыртқамызды қосып, барлығын бірдей масса етіп, миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Мінекей жұмыртқалы массамыз дайын болды. Енді осыған айранымызды қосатын боламыз. Шетінен 2-3 ас қасықтан қосамыз, және де ұнымызды 2-3 ас қасықтан қосып, осылай араластырып алатын боламыз. Бірден барлығын қосуға болмайды. Миксермен бірдей масса етіп араластырып алатын боламыз. Және де дәл осылай екінші рет құйып шығатын боламыз. Айранымызды, ұнымызды 3 ас қасықтан салып, миксерлейтін боламыз. Мінекей байқасаңыздар, цветі әдемі болып шығып жатыр. Осылай екеуін бірдей қосқаннан цветіміз осындай әдемі күйге енді. Мінекей қыздар, қамырымыз дайын, осындай сұйықтықта болуы қажет. Ал енді өзімізге қажетті форманы алып, мен осылай 2 бөліп алдым. Бір бөлігін көбірек, бір бөлігін азырақ етіп алдым. Көбірек бөлігін 2-ге бөлдім, ал азырақ бөлігін сол күйінше бөлмей қалдырдым. Мінекей бисквиттеріміз дайын болды. Осындай 3 кож болып шықты. Жіптің көмегімен түзулеп қырқып алдым. Ал енді кремін дайындаймыз. Креміне творожный сыр, сахарный пудра, екеуін миксерлейтін боламыз. Творожный сыр мен сахарный пудра бірдей масса болған кезде, мінекей осылай болған кезде, сливкиімізді өлшеп қосып, сливкиіміз өз формасын ұстағанша миксерлейтін боламыз. Сливкиіміз 33%-дан жоғары болуы қажет. Бұл өте маңызды. Мінекей креміміз дайын болды. Өте стойкий. Ал енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен подложкамызға кішкене крем жағып жібереміз. Бұл крем жаққан себебіміз тортымыз қозғалмай, тортымызды жинауға оңай болады. Корждарымызды қойып, кремін айландыра жағып шығып, келесі коржымызды қойып, кремімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз.
торттың сантиметрі менде 22 сантиметр. Мінекей достар, соңғы коржымызды қойып біттік. Осындай кальцияның көмегімен мен тортымды жинап шықтым. Осындай кальция болса, кальцияға жинағаныңыз өте маңызды. Тортыңыз сырғып кетпейді, құлап кетпейді. Өте ыңғайлы. Тортымызды тоңазытқышқа кем дегенде 3 сағатқа қалдырамыз. Содан соң ғана қалауларыңыз бойынша оформление жасасаңыздар болады. Дәл осы торттың салмағы 2 кг 600 болып шықты. Сырға салуға, қыздатуға осындай керемет оформлениені кондитерлік дүкеннен 1500 теңгеге сатып алдым. Осы сәукеле, сырға және білезік барлығы бірге. Менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет!